Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бүгін сіздермен ақшаны депозитке салған дұрыс па, әлде сол ақшаға акция сатып алған дұрыс па, соны айтатын боламыз. Тақырыпқа кіріспес бұрын, осы видеоны барынша көп отандастарымыз көріп, пайдалы ақпарат алсын десеңіздер, міндетті түрде лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар, осы видео жайлы пікірлеріңізді, ойларыңызды төменге жазып кетсеңіздер болады. Ал арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен, депозит әлде акция? Жауабы қарапайым және өмірден алынған болу үшін отандық танымал банкті, яғни Каспий банкті алайық. Банк депозитті қызметті ұсынады және отандық шетелдік қор нарықтарында листингтелген. Бұл дегеніміз компанияның акциясын сатып алуға болады дегенді білдіреді. Осы банкке инвестициялаған дұрыс па, әлде осы банкте депозит ашқан дұрыс па? Мысалы, менде былтыр алдағы 2-3 жылда аса керегі болмайтын 83 мың теңге болды делік. Мен оны депозитке салуды жөн көрдім. Депозиттің маған бір жылда қандай табыс әкелетіндігін білу үшін KaspiKZ қосымшасына кіріп, калькуляторға салып есептедім. Есептің нәтижесін мына скриннен көрсеңіздер болады. Егер мен депозитімді жыл ішінде толықтырмаған болсам, банк маған бір жылдан соң 83 мың теңге үшін үстіне 12.490 теңге қосып береді екен. Сонда менде былтырғы 83 мың теңгем қазір 95.490 мың теңгеге айналып тұратын еді. Енді мен Каспий банкке қарызға ақша бергенше, яғни депозит ашқанша, компанияның дамуына үлескер болып, компанияның акциясын сатып алсам, ақшама не болар еді? Осы жағдайды қарастырайық. Мен компанияның акциясын бір жыл бұрын сатып алдым делік. Графикті қарайық. Бұл Каспий банкының акциясының бағасы жыл ішінде қалай өзгергенін көрсетеді. Былтыр осы қыркүйек айының 12-сінде банктың акциясы шамамен 27.699 теңге болыпты. Менің 83 мың теңгеме шамамен Каспий банкының 3 акциясын сатып алуға болатын еді. Сөйтіп, Каспийдің 3 акциясын 83 мың теңгеге сатып алдым делік. Қазір банктың бір акциясы 45.045 теңгеге өскен. Яғни, әрбір акцияның өсімі 63% төңірегінде. Сонда мен былтыр Каспийдің 3 акциясын сатып ала отырып, 83 мың теңгемді 135.135 теңгеге өсіріп алатын едім. Бұл тек акция өсімінен ғана көрген табысым. Сонымен қатар, Каспий әрбір акция үшін дивиденд төлейді. Мына суреттен Каспий банкінің дивиденд тарихын қарайық. Мен акцияны 2022 жылдың қыркүйек айында алғандықтан, сол уақыттан бастап қандай көлемде дивидендтер төленгенін қарайық. Банк осы уақытқа дейін 2 рет 600 теңге және 2 рет 750 теңгені әрбір акция үшін төлеген екен. Сонда осы уақытқа дейін мен бір акция үшін қосымша 2700 теңгеге табыс көрген екенмін. Ал 3 акция үшін ол табысым 8100 теңгені құрайды. Сонда жаңағы 135.135 теңге акция өсімі мен 8100 теңге дивидендтен түскен табысты қоса есептесек, Каспий акциясына салған ақшам 143.135 теңгеге айналып шыға келеді екен. Бұл жиналған табыстан ешқандай салық алынбайды. Себебі елімізде отандық қор нарығында инвестициялап табылған табысқа салық салынбайды. Сонымен, депозит немесе акция деген сұрағымыздың жауабы енді айқын деп ойлаймын. Әрине, кей адамдар акцияның бағасы түсіп кетсе пайдасыз қаласың деп те айтуы мүмкін. Иә, ол шындық. Сол себепті біріншіден сатып алатын акцияны таңдағанда оған анализ жасап, компанияның өтуге болашағы бар ма, жоқ па, соны ойлау керек. Ал екіншіден, акцияны сатып алғанда міндетті түрде орташаландыру және диверсификациялау стратегиясын ұстану керек. Яғни, бір ғана компанияның акциясын ғана емес, бірнеше компанияның және әртүрлі сектордағы компаниялардың акциясын алу керек. Үшіншіден,
инвестиция міндетті түрде ұзақ мерзімге болуы керек. Егер сіз 1-2 ай ішінде инвестициялау арқылы ақшамды 30-50%-ға немесе одан да көп мөлшерде көбейтіп аламын деп қор нарығынан бір таңғажайып зат күтсеңіз, онда инвестицияламай-ақ қойыңыз. Мысалы, қазақстандық акциялар орта есеппен алғанда соңғы бір жылда 20%-ға өскен. Ал егер американдық акцияларды қарастыратын болсақ, олардың жылдық орташа өсімі соңғы 10 жылда 8%-ды құраған. Ол дегеніміз, қор нарығы арқылы теңгемен 20%, ал доллармен 8% жылдық табыс көруге болады дегенді білдіреді. Егер де сіз қаражатыңыз алдағы 1-2 жылда қажет болып қалады, немесе сол артық қаражатыңызға бір зат сатып алайын деп жүрсеңіз, онда сізге ақшаңызды акция сатып алуға жұмсамауды кеңес етемін. Ақшаңызды депозитке немесе акцияға құяр кезде әрдайым не мақсатпен инвестициялап жатқандығыңызды ойлаңыз және соған негізделіп инвестиция жасаңыз. Достар, сіздерге видео ұнап, пайдалы ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыздар, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Болашақта әлі де көптеген қызықты видеолармен қуантатын боламын.